білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады деген дана халқымыз. Біз білім теңізден жүзіп өткенде ғана еліміздің тірегі, сүйінші боламыз. Сондықта да бүгінгі TED білімдер сайысына қош келіпсіздер. TED-ті айтпас бұрын бізге ең бастысы сөйлеу мәнері керек. Сөйлеу адамды жануарлардан айырып тұрған бірінші бір айырмашылық. Біздің қоршаған ортамыз өте идеалды түрде ұсынылған соншалықты бізде күн мен жердің арасы 150 миллион километр екен. Ал жер орбитасында күн 29,8 километр жүрген сайын күнге жақындайды екен. Тағы да 29,8 километр жүреді, күнге жақындайды. Тағы да солай қайталана береді. Бірақ ешқашан 29,7 немесе 29,6 болмайды. Ол шарт. Болса, біз не күйіп кетеміз, не қатып өлеміз. Міне, мына дауысты біз әрқашан таңертең естиміз. Яғни мен айтайын деп отырғаным, ол ұйқы. Біздің өмірімізде 36% ол ұйқымен өтеді. Яғни 90 жасар үлкен кісіні алатын болсақ, біздің 32 жылымыз ұйқыға кетеді. Адам адамға керек. Дұрыс па? Мұқтаждығы бар адамның. Бір жерде өмір сүріп жатырмыз. Яғни оның үстінде қазір біздер бір мемлекет, бір мүддемен өмір сүріп жатырмыз. Неге біз өзімізді ғана ойлауымыз керек? Бұны мен айтқым келіп отырғаны, мен әлемге жаңа бір бақыттың формуласын ұсынғым келеді. Ол мынандай түрде болмақшы. Негізгі бақыт формуласы адамға деген сүйіспеншілік. Ал өзіме өте бір ерекше әсер ететін ойынды 8-ші класста бірақ байқадым. Ол ойын залда дотелар бар ғой. Қанеки дауыс. Мен сияқты балалар бар. Мен өзім бұл ойынды 8-ші класста үйрендім. Айлап осы лицейде жүрген кезде мен жоспарлар құратынмын да, үйге барып осылай ойнайды. Өзім сондай бақыт сезінетін. Бірақ ата-анамның наразылығы арқылы мен өзімнің соған тәуелді екенімді білдім. Содан одан құтылуға тырыстым. Маған өте қиын болды, шынымды айтсам. Бірақ құтылдым. Құтылып шыққан соң жан-жағыма қарасам, өте бір таңғаларлық нәрсені байқадым да. Жұрттың балалары мен сияқты 6-шы сыныптан бастап компьютерлердің алдында отырмайды екен. Бесіктен белі шықпай-ақ компьютердің алдында. Неге? Не дейсіз? Техниканың тілін үлкендерден де жақсы біледі. Қалай? Дұрыс па? Техниканы өз орнына қолданып, уақытын үнемдеп, жақсы істерге жаратса жарайды. Келіп, компьютердің алдында отырып, уақытын ысырап етіп, ойындардағы қайдағы бір жаман қасиетті өзіне сіңіріп жатқаны жанында ауыртады.